8 аптаның күні. Сәрсенбі. Здравствуйте, ребята! Сегодня третий день недели. Среда. Дәптерді ашып жазамыз. Пишем. 8 сәуір. Сәрсенбі. Бүгінгі тақырыбымыз таңертең. Тема нашего урока таңертең. Таңертең. Өте жақсы балалар, жарайсыздар. Теперь у нас есть новые слова, жаңа сөздер. Таңертең. Таңертең. Повторяем за мной. Таңертең. Утро. Ішемін. Ішемін. Пью. Жеймін. Жеймін. Ем. Кушаю. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Видеоны паузаға қойып, дәптерге жазамыз. Келесі сөз. Сүт. Сүт. Молоко. Шырын. Шырын. Сок. Ботқа. Ботқа. Каша. Нан. Нан. Хлеб. Өте жақсы, жарайсыздар. Видеоны паузаға қойып, дәптерге жазамыз. Ставьте видео на паузу и пишем. Повторяем за мной. Қайталаймыз. Сүт. Сүт. Шырын. Шырын. Ботқа. Ботқа. Нан. Нан. Жарайсыңдар балалар. Бірінші тапсырма. Тыңда. Слушай. Мен таңертең сүт ішемін. Ботқа жеймін. Мен таңертең сүт ішемін. Ботқа жеймін. Я утром пью молоко. Ем кашу. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Слушай, повторяй. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең сүт ішемін. Я утром пью молоко. Мен таңертең шырын ішемін. Я утром пью сок. Мен таңертең ботқа жеймін. Я утром кушаю кашу. Немесе ем кашу. Мен таңертең нан жеймін. Өте жақсы балалар. Енді тыңдаймыз. Дұрыс па, әлде дұрыс емес пе? Правильно или неправильно? Мен таңертең сүт жеймін. Жарайсыңдар балалар. Это неправильно. Я утром ем молоко. Это неправильно. Бұл дұрыс емес. Если пьете, пью, ішемін. Если кушаете, жеймін. Ем, жеймін. Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Үшінші тапсырма. Толықтырып айт. Это устная работа. Мен таңертең сүт ішемін или жеймін? Ішемін немесе жеймін? Как будет? Мен таңертең сүт. Жарайсың, дұрыс. Ішемін. Молодец. Жарайсың. Мен таңертең ботқа жеймін.
Молодец, жарайсың. Мен таңертең шырын ішемін, дұрыс айтасың. Мен таңертең нан жеймін, правильно, дұрыс. Бүгін балалар, біз сонымен қатар ү әрпімен танысамыз. Буква ү әрпі. Ү дыбысы дауысты жіңішке дыбыс. Сондықтан да ол қызыл түспен белгіленеді. Буква ү согласный, мягкий звук. Ү әрпінен басталатын, ү әрпі кездесетін сөздер. Үй, күн, үш. Үй, күн, үш. Жарайсыңдар, балалар, өте дұрыс. Енді дәптердің 20-шы бетін ашып, бірінші тапсырманы орындаймыз. Страница 20, задание номер 1. Бірінші тапсырма. Бастыр, жаз. Ү әрпіні, кіші әрпін жазып шығамыз. Үй және сүт сөздерін жазамыз. Жазып болдыңыздар ма? Жарайсыздар, балалар. Екінші тапсырма. Жаз. Сурет атауларын жазамыз. Бірінші суреттен не көріп тұрмыз? Үй, дұрыс, правильно, үй. Ендеше балалар, үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Сен таңертең не ішесің? Мен таңертең. Дальше сами пишем. Сен таңертең не жейсің? Мен таңертең. Дальше сами пишем. Жазып болдық па? Жарайсыңдар, балалар. Төртінші тапсырма. Суретін сал. Тыңда, суретін сал. Слушай и рисуй. Тыңдаймыз, слушаем. Төртінші тапсырма. Мынау күн. Мынау күн. Рисуем күн. Мынау үй. Второе. Мынау үй. Рисуем үй. Ендеше балалар, осы дәптердегі тапсырманы қалай орындағандарыңды маған суретке түсіріп, WhatsApp желісі арқылы жібереміз. Эти задания, как вы выполнили, мне отправим. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.